Армысыздар, құрметті қауым. Абай қаласының орталық аудандық кітапханасы Астана Қазақстанның жарқын болашағының символы атты бейнеролигін ұсынады. Бүгінде Астана барлық қазақстандықтарды біріктіріп тұрған келешегі жарқын, мықты, гүлденген қала. Бүгінгі Астана асыл тастан тұрғызылған асқақ қала. Ерке есілдің жағасында орналасқан, жаңа ғасыр ғажабынан жаралған ертегіде елорда, әлемдегі ең жас қала. Кен даладағы жай қала ғана емес, саяси ерік-жігер, үкілі үміт, көркею, тәуелсіздік көрінісінің нышаны. Жаңа Астананың келешегі толығымен 21 ғасырдың еншісінде. Ал оның ертеңгі еңсесін көтеретін бүгінгі жас буындар. Астана шаңырағы әлі де шарықтай түспек. Астана сөзі негізінен парсы сөзі. Қазақша түсінігі Астана, табалдырық, босаға, кіреберіс, сарайдың қақпасы, салтанатты орда есігі деген ұғымдарды білдіреді. Астана Қазақстанның астанасы, ал Қазақстан Шығыс Еуропа мен Орталық Азияда орналасқан мемлекет. Тарихқа бай Сарыарқаның ұлан байтақ жерінде, қазақ жерінің қасиетті орталығында мемлекетіміздің жаңа астанасын бой көтеруі және бір мәдени ғылыми саяси ортаның шоғырлануы, отанымыздың көркем сәулетті қуатты ордасын дүниеге келуі игіліктің нышаны деп білеміз. Егер тарихқа үңілетін болсақ, тарихы тереңде жатыр. 1830 жылдың өзінде Есіл өзені бойындағы Қараөткел тұсында Астана қаласының ең алғашқы іргетасы қаланған болатын. 1832 жылы Ақмола ішкі округі ресми түрде жарияланды. Сосын Орынбор орталығымыз болды. Ал 1925 жылы Қазақстанның орталығы Орынбордан Ақмешітке көшірілді. 1929 жылдары Верный, яғни Алматы қаласына көшірілді. Ал Ақмола қаласы Астана болып 1998 жылы жарияланды. Айта кетейік, 1999 жылы ЮНЕСКО-ның шешімі бойынша Астана қаласына бейбітшілік қаласы жоғары атағы беріліп, медальмен марапатталды. Бразилияда өткізілген конкурста Астана барлық өлшемдер бойынша әлемнің әртүрлі елдерінің 12 қаласын басып озды. Қазақстанның тәуелсіздік алғанына биыл 34 жыл болды. Бұл 34 жыл ішінде жас мемлекет көптеген сынақтардан өтті және өзінің ішкі, сыртқы саясаттағы құжаттарын бастан аяқ құрып шықты. Қазіргі кезде қала халқы 1.551.213 адамнан асады. Қаламызға келген әрбір қонақтың көңіліне ерекше бір сезім мен толқыныс, асқақ мақтаныш пен сарқылмас ән тербеліп жатады десе қателеспеген болар едік. Біздің Астанамызға көрік беретін жерлеріміз көп. Мысалы, аспалы 4 көпір, Арқар, Марал, Тұлпар, Беласар сәнін айқара ашып, сылдырай аққан есілде әрі өткен, бері өткен адамдарды сөз жетпес сұлулығымен өзіне тартады. Моторлы қайықпен серуен барысында есілдің жағасына кезек қарай отырып, көз қарықтырған қала сәулетіне тамсанумен шексіз әсерлі сезімдерге, шабытты толғаныстар мен тебіреністерге ие боласың. Түнгі Астана қандай десеңші? Түн қараңғылығы астына ай сәулесінен нұр ала, алаулай жанған шамдар кім-кімді де таңдандырады. Қала кешендерінің әрбірі бір-бір тарих. Жеке-жеке тоқтала берсек, сөз жетпес. Күллі дүние есігін ашқандай әсер берген Астана төріндегі әрбір кешен шығыстық, еуропалық құрылыс композицияларынан үйлесін таба отырып, өзіне табындырады, сағындырады алатын келбетке ие. Егер карта бетіне қарап геофизикалық өлшемнен алар болсақ, Астана батыс пен шығыс өлшемнің кіндік қаласы. Астана Монғолия астанасы Улан-Батордан кейінгі әлемдегі екінші суық қала бола тұрса да, Астана жылулығымен, әсемдігімен ерекшеленеді. Ауа райы жыл мезгілдеріне сай қалыпты. Көктемі шуақты, жазы бой жібітер жылы, күзі самалды, қысы аязды. Бұл табиғи климаттық алмасындар адам денсаулығына игі әсер беріп, бойын сергітеді. Жаз бойы үнемі желпіп тұратын самалы адам тынысын аптапты күндерде тарылтпайды. Біздің Астанамыз күннен күнге құлпырып келеді. Бүгінде Астана әлемдік бейбітшілік пен келісімнің тоғысар орнына айналған. Барлығыңызды Астана күнімен құттықтаймыз.